Қайырлы күн қымбатты көрермендер. Сіздермен бірге сізбен сұхбат хабардың жүргізушісі мен Ербек Бакиев. Бүгін біз Сырелі, Жырелі, Қызылорда облысы, Қызылорда қаласында отырмыз. Бүгін біздің хабардың қонағы Ержігітова Ақмарал Нұржігітқызы. Ақмарал ханым, сізбен сұхбат хабарына уақыт тауып келісім бергеніңізге өте қуаныштымын. Көңіл күйіңіз қалай бүгінгі? Қайырлы күн баршаларыңызға, шүкір Аллаға. Мен енді сізді осы Шымкент қаласында өткен республикалық ән байқауларында ән айтатын өнеріңізбен таныдым, былайша айтқанда. Осы әңгімемізге тұздық болсын дегім келеді. Әннен бастасақ, бұл ән айту сізге бала жасыңыздан келді ме, есейе келе қызығушылықтан туған өнер болды ма, осыны кеңірек айтып берсеңіз. Бұл ән айту өнері маған бала жасымнан. Мен 2,5-3 жасымнан бастап әндерді тез жаттап, және жаймендеп сахнаға шығып үйрендім. Яғни кішкентай кезіңізден, кішкентай күнімнен қызығушылықтан туған өнер жаныңызға жақын болып, осы уақытқа дейін сізді жетелеп келе жатыр. Иә, дәл осылай. Бәрекелді, қуаныштымын. Көбіне қандай бағытта ән орындайсыз? Эстрадалық жанрда, дәстүрлі өнер? Маған эстрадалық жанрда лирикалық, баяу орындалатын әндер ұнайды көбіне, жаныма жақын. Эстрадалық, Енді мынау эстрада деп жатырмыз ғой, жалпы сыр елі өнердің ортасы дейміз. Кешегі ән дегенде аузымызға кеңес сүйкейіп түседі. Өлең десе Шөмішбай ағаларымыз түседі. Биыл 80 жыл толып жатыр, өмірде болғанда осы кісілерге 80 жыл толатын еді. Кімдердің әндерін жаныңызға жақын тұтасыз? Кімдердің әндерімен сусындайсыз, рухани азық аласыз? Мен Кеңес Сүйкеевтің әндерін жақсы тыңдаймын. Жаныма жақын. Сол кісінің әндерінен байқау өтті. Әнін орындадық. Жалпы өзіме жақын лирикалық әндердің көбісін тыңдаймын. Сол кісінің әндері лирикалық бағыттағы әндер тыңдайсыз ғой? Жақын жаныма. Енді мынау кейде ән айтсаң жаныңды жеп айт деп жатамыз ғой. Осы әнге келгенде көптеген таластар болып жатады. Кейбір жағдайларда шын талант тасада қалмай, өнермен шыңдалып жатады. Бүгінгі таңда бұрынғы кезеңмен салыстырғанда әннің де естісі бар, есебі бар деп жатамыз. Осы кімдерді үлгі тұтасыз ән саласында, ән өнеріне еңбегі сіңген өзіңізге жақын тұлғалар болатын шығар? Мен жаңағы мектеп оқып жүріп, әнді жаныма жақын тұтқалы Роза Рымбаеваның әндерін жақсы көретінмін. Сол кісінің ән орындау шеберлігі, дауысы маған қатты ұнайтын. Сол кісіден үлгі алып, сол кісінің бағытында жүргенді қалайтынмын. Яғни кеше ғана сахнада жүргеніне 50 жыл деп па, осы үлкен өнерді мойындатып деп айтайық, сол Роза ханымның әндері де үлкен азық береді сізге. Және өзіңіздің осы отбасыңызда балаларыңыз, перзенттеріңіз, қыздарыңыз болса, сол әнге жақын болды ма? Шүкір Аллаға, менің 2 ұл, 3 қызым бар. Балаларым өнерден хабарсыз емес. Екінші қызым осы өнер саласына өзіме қатты өзімнің жолымды қуды деп есептесем де болады. Ол да мектеп оқығалы бері сол өнер саласына, ән жанрына, ән бағытына, қазір сол бағытқа вокал курстарына барып, түрлі байқаулардан Ташкентте өткен 2 жұлдыз, жарық жұлдыз байқауларында жүлделі орындарға ие болып жүр. Менің қазіргі жолымды осы қызым жалғап келе жатыр. Өте қуаныштымыз. Демек, анаға қарап бой түзеп, өнерін жанына жалап етіп жүрген қызыңыздың өнері әрдайым үстем болсын дейміз. Енді перзенттерге келіп жатырмыз ғой. Бала тәрбиесінде, бала тәрбиелеу жолында қандай дүниелерді ойланасыз? Бала тәрбиесінің дұрыс қалыптасу үшін басты назарды неге аударамыз?
тәрбие отбасынан дейді. Отбасында жаңағы балаға барынша жылы сөйлеп, бала ата-анадан үлгі алады ғой. Өзіміз қалай жақсы сөйлеп, жақсы жолмен, жақсы бағытта жүрсек, балаларымызды сол жолды таңдайды деген ойдамын. Балаларымызға барынша мейірімді болуды, адал болуды, бір-біріне қамқор, жанашыр, жаңағы бір-бірін түсінетін, саналы азамат ретінде өмірге қалыптасуына бағыт бағдар бере алып жатырмыз деген ойдамын. Өзім сол балаларыма барынша жақсы тәрбие беруге тырысам. Үлкенді сыйлау, үлкенге жол беру, жаңағы қоғамдық көліктерде орын беру, барынша тәрбиені беріп жатырмын деген ойдамын. Саналы түрде саналы азамат болып қалыптасу үшін қолдан келгеннің барлығын аянбай, аналық махаббатпен, аналық мейіріммен перзентке дағыт алып жатырмын дейсіз ғой. Өте дұрыс екен. Енді сізбен сұхбатқа барып болғаннан кейін сіз жайында әңгіме айтып жатырмыз. Әр көңілде бір сағыныш болады, әр көңілде бір іздейтін тұстар болады. Ол өткен шақтан болуы мүмкін, ол адамға деген сағыныш болуы мүмкін, ол балалық шаққа деген сағыныш болуы мүмкін. Осы орайда Ақмарал Нұржігітқызының көкейінде, көңіл түкпірінде жатқан бір сағыныш бар ма? Сағыныш әрине бар. Менде ең қатты сағынатыным анаға деген сағыныш. Анам 2008 жылы дүниеден өтті. Сол кісіні қатты сағынам, іздейм. Кішкене мұңайғанда, көңіліме кірбің түскенде, жанымда болса екен, жанымда жаңағыдай басымды сүйеп, барлық жаңағы ішімдегі мұң шерімді тарқататын жанымда болғанда ғой деп армандаймын. Сосын 2008 жылы ұлым болды. Ол да жаңағы енді Алланың қалауымен Алланың қасында қазір 2019 жылы Алланың жанына барды. Сол ұлымды сағынам. Қазір тірі болғанда 18 жасқа толады екен. Осы ұлым мен анама деген сағынышым ол енді мәңгілік сағынышқа айналған, мәңгілік жүректің төрінде өшпейтін сағыныш болып қала береді дейсіз. Енді сағынамыз, іздейміз, келмейтін біле тұра жанымыз жабырқаса да, ол адамдар біздің өмірімізде мәңгілік тұрақ табады, жүрегімізде орын алады. Одан бөлек енді қалған өмірді, қалған бала-шағаға, қалған айналадағы адамдарға жақсы мәнді ету үшін жалғастырамыз, солай емес пе? Байқалса. Енді мынау өмірге келгеннен кейін адам баласының айналасын таспен емес доспен қалап жататын, айналасына жамандықты емес жақсылықты серік етіп жатамыз. Соның ішінде өмірді сүру үшін байлық керек деп жатамыз. Біреулер байлықты материалдық тұрғыдан қарайды, біреулер байлықты жаңағы жан рахат үшін деп қалайды. Сіз үшін байлықтың биігі неде? Мен үшін байлықтың биігі осы өмірде адам болып, сыйлы ортада, өзіңді құрметтейтін жандардың ортасында, солардың алғысын алып, соларға барынша қолдан келгенше көмектесіп, бар жаңағы жан жүрегіңмен мейірімділікті танытып, қолдау көрсету деп ойлаймын, менімше. Байлықты. Қалған байлықтар ол былайынша қолдың кірі деп жатады ғой. Ал адамның жаңағы бір-біріне деген сыйластығы, бір-біріне деген құрметі біздің мынау осы өмірде қалатын нәрсе, ертең артымызда сол жақсы жан, жақсы адам ретінде қалыптасып, сол адам ретінде осы өмірде өз орнымды қалу деп ойлаймын. Дұрыс, өте дұрыс. Себебі біз адам өмірге қонақпыз, келеміз, кетеміз, кеткен кезде қандай адам еді деп айтқанда, жақсы адам еді деп айту үшін соған лайықты болу керек. Ал лайықты болу үшін сіз айтқандай айналасына көмектесіп, қолдан келгенше қамқорлық мейірімін төксе, ол бір адами болмыс болып та, адами құндылықтың биік шыңы болып та есептелетін шығар деп ойлаймын. Енді әнге қайта оралсақ,
біз осы кейде қатарластарымызбен замандастарымызбен жүргенде мынау ән әлемінде кейде бір байқауларда деп айтайық әділетсіздік болып жатады дейді. Бірақ ол бәлкім мен дұрыс айтпадым деп емес, бәлкім қазылар дұрыс шешім шығармады деп. Кейде қазылар алқасы бұға тартып жататын кездері болады дейді. Кейде бағаланбай жатамыз дейді. Сіз бұл тақырыпқа не айтасыз? Бұл тақырыпта әр кезде әрқалай болып жатады. Кейде жаңағы сахна болғаннан кейін сахна деген киелі дейді. Бақ шабама, бап шабама дейді. Бір жаңағы конкурстарда бағыныш жанып жатады. Бір конкурстарда жөнді бағаланбай жатады. Әділ қазылардың әділетсіздігі де орын алып жатады. Ол бұрында болған, қазір де болып жатыр, келешекте де болады деген ойдамын. Өйткені біздің тартыс-талас болған, жас күнімізде де жаңағы облыстық нелердің конкурстарына қатыстық. Сондай кезде адамның жаңағы сыртқы бейнесіне де, сыртқы келбетіне де байланысты сияқты деп ойлаймын. Сол үшін әртүрлі кезде әрқалай бағаланып жатады ол өнер. Сыртқы бейне, сыртқы келісім деген ол қалай? Сыртқы бейне деген мысалға адамның түр келбеті болуы мүмкін. Оған да қарайды ғой демек. Иә. Бірақ енді көбінесе әнге келгенде әнді бағалау әр тұстан кейде жақындық тартып, кейде бағаланбай қалып жататын ол көптеген жағдайларда кездесетін дүние. Бірақ өзіңіздің жеке өзіңіздің қап әттеген ай осы байқаудан мен осындай орын алуым керек еді, я болмаса осындай бір бағалануым керек еді деген бола ма негізі осы кейінгі уақыттарда? Әрине болады. Болады. Есте қалатын әділетсіздікке тоқталайықшы. Есте қалатын әділетсіздік бала күнінде бізде мектептерде байқаулар болатын. Сол кезде біздің жаңағыдай облысқа өтіп, сол облысқа сіз өттіңіз, ертең жаңағыдай келесі байқауда сізбен байланысқа шығамыз деп үміт сыйлап, сол жаңағы тұста қалыс қалып кеткен кездер де болды. Өтіп тұрып, шақыруға ілінбей қалып, жаңағы сіз өттіңіз. Сіз үшін белгісіз, біреу үшін белгісіз. Мен үшін белгісіз, бірақ өткеніңді білесің. Ал уақытына келгенде шақырылмай қалған кездер де болды. Қандай байқау еді? Ол Бозторғай байқауы болған. Арадан қанша өтсе? Арада, естен кетпейтін бір кішкене әділетсіздік. Сізге жасалған әділетсіздік. Енді өмірдегі әділетсіздіктерден гөрі алдағы өмірде әділетті күндеріңіз көп болсын деймін. Біз осы ән саласында өнерде кейде бір өзара байланыспай, өзара ренжістер болып жатады. Өнер адамдарының былайша айтқанда қатарында жүрген адамдардың кейде бір-бірін түсінбей жататыны болады. Сіздің жаныңызға жақын досым деп айта алатын достарыңыз көп бар, сырыңызды бөлісетін, ойыңызды бөлісетін. Кімді атап айта аласыз? Мынау менің ардақты асыл жан досым деп осы экран арқылы айтатындай. Жалпы мен өмірде барынша ешкіммен ренжіспеуге, ешкімді ренжітпеуге барынша көңіліне қарауға тырысам. Өмірімде қатты ренжіскен адам жоқ. Аллаға шүкір, болмай шүкір Аллаға. Кек сақтау, мысалға жаңағы жанды жеріне тию деген нәрседен мен барынша аулақпын. Өйткені әрбір жанда көңіл болады. Қазақта айтады ғой, көңіл бір атым насыбайдан деп. Сол сияқты ешкімнің көңілін қалдырмауға тырысам. Сырласатын, ойымды бөлісетін адамдарға келсек, барынша сырымды өзімде сақтауға тырысам. Бар. Көп жағдайда. Көп жағдайда бір-екі кісі бар, айтып, өзімен сырласып, сол кісінің ойын, оңаша қалғанда сол кісінің айтқан ақылын тыңдап, өзімнің ақылыммен жаңағыдай саралап, ой түйетін кездерінде болады. Мысалға айтатын болсам, осы жерге келгелі Роза ханым басшымыз, сол кісімен сырласам,
ән жағынан болсын, жаңағыдай басқалай әңгімеміз жарасады. Және өзімнің ұжымдасым Ұлбосын ханыммен сырласам. Ұлбосын менен жасы кіші, Роза апайдың жасы менен үлкен. Екеуінің айтқан маған ақылын, жаңағыдай жанашыр сөздерін оңаша қалғаннан саралап, өзіме керек жерін алып, осы екі кісімен сырласа алам. Осы орайда ұжымға деген бір ризашылығыңыз болса бөліссеңіз болады, себебі алдағы уақытта біздің хабарды тұтас республикаға таратып, осы Ербек Бакиев YouTube арнасынан кез келген адам көре алады. Сол себепті бір жылы лебізіңіз болса. Мен бұл ұжымға осы 2026 жылы қаңтар айынан бастап келдім. Ұжымым өте жақсы, жанашыр кісілер, бастығым Роза ханым, Ұлбосын, Арман, Жетес аға, өте мейірімді кісілер. Осы жерге келіп мен өзімнің өнерімді ары қарай шыңдай алып келе жатырмын. Түрлі байқауларға қатысып жатырмын. Осы қоғамда болып жатқан іс-шаралардың барлығына атсалысып жүрмін. Ұжымыма өте алғыс айтам, керемет жандар, жаныңды түсінетін, бірге сыйласа алатын, сырласа алатын достарым десем де, ұжым әрі дос, әрі аға, әпке, сіңілі ретінде осы кісілермен ұжымдас болғаныма өте қуаныштымын. Алғысымды білдірем осындай ұжым болғанына. Және сыйластығымыз, достығымыз ары қарай жалғасады деген үміттемін. Біз де сондай үміттеміз. Себебі сіздің қазір ұжымға деген лебізіңізді жеткізіп жатсыз, мен өте тәнті болып жатырмын. Неге? Өйткені айналамызда жүрген адамдардың қадірін білмей, оларды өкпелетіп аламыз, жазатайым жазғырып жатамыз ғой. Ал бірақ сіз осы 2026-да келсеңіз де, бұрыннан бұл жерді білесіз, дұрыс па? Танисыз дегенмен қандай жақсы. Ал адамдар жұмысқа асығып келіп, жұмысты қимай жатады. Үйге асықпай жататын адамдар секілді көріндіңіз сіз маған. Енді расында солай. Расында солай. Енді дұрыс қой, өйткені қанша дегенмен адамның ортасына байланысты деп жатамыз. Жақсы қалыптасып, жарқырап шығуыңда, айналаңда жақсы, былайша айтқанда мәміле болса, жақсы әңгімелер болса, ренжітпей жүрген өмірде, сол тәтті сөздің дәмі кетпей жүргені де адамның өзінің мінезінен шығар деп ойлаймын. Өйткені айтады ғой, адам біліміңмен емес, ортаға мінезіңмен сиясың дейді. Ал кей жағдайда мінезді көрсететін де жерлер болады дейді. Жалпы сіз мінезіңіз қалай негізі? Тез ашуланшақ, немесе тез жаңағы батыл өктем сөйлей ма, әлде көп нәрсеге қоя берші деп көз жұма қалайсыз ба? Өзіңіз қалай бейнелеп бересіз? Мен жаңа алдында айттым ғой, барынша адам баласын ренжітпеуге тырысам, көңіліне қарауға тырысам деп. Бірінші кезде ол кісіні тыңдаймын, жарайды деп кешіруге тырысам. Екінші рет кешіруге тырысам, уже жаңағыдай шамалы шектен тыс, или өзімнің жаныма бататындай, жаныма тиетін кезде ашуланам. Ал бірақ көбіне сабыр сақтауға, өз-өзімді ұстауға, өйткені ол адамның көңілінде, ол адамның ойында мен жаңағыдай жақсы адам болып қалыптасқым келеді. Ол адамды жақсы жан ретінде, соның ойында, соның жаңағы назарында сондай жан болып қалғым келеді. Біріншісінде мақұл дейсіз, екіншісінде жарайды дейсіз, үшіншісінде ашуланғанда, бірақ жететін жерге жеткізіп айтасыз. Ашуланғанда, ол өте дұрыс. Ашуланғанда айтам, бірақ артынан ренжітсем кешір деп кешірім сұраймын. Сіз айтып алып кешірім сұрайын, негізі. Өте күшті. Дегенмен адам өз солай ғой, кейде қапа қыламыз, өзіміз білмей жатамыз. Енді осы өмір жолыңызда бала тәрбиелеу болсын, жалпы қызметте болсын, өнер саласында болсын, түрлі қызықты жағдайлар деп күліп еске алатын сәттер болады. Бірақ ол уақытта ол күлуге мұршамыз келмей жатуы мүмкін.
кейіннен ол қызық естелікке айналуы мүмкін. Сондай бір естелігіңізбен бөлісіңізші. Мен осы өнер жолына келгелі көп шыққан жоқпын сыртқа қарай. Осы алдыңғы жылы 2024-те, былтыр 25-те Шымкент қаласына бардық конкурсқа. Сонда қызықты сәттер менің өмірімде ондай. Жалпы өнерде болмаса тұтас осы өмір көшінде. Бір жаңағы қонақ үйге бардық. Сол қонақ үйге барғанда Шымкентте жалпы барлық жерлерде қазір дамыған заман, жылы қыс ауасында бардық. Сонда барған қонақ үйімізде жылы жоқ екен, отопление. Сонда жылы енді барынша қалыңдау киініп шыққанымызға қуанып қайттық, өйткені тоңдық. Шыны келгенде. Шымкентке бар тоңдық. Иә. Өйткені біз салқын ауада бардық. Ауа райы қыстың кезінде. Енді күн жылынып келе жатқан кез ғой, бірақ уже білмеймін, ол жақтан неге соншалықты отоплениенің жоқтығы. Қайран қалып отырмын қазір. Курткамен ұйықтадық. Енді сіздің жеріңізде сондай жағдайға тап болдық. Шымкент негізі ыстық жайлы болғанымен, бәлкім ол енді қонақ үйге ғана жауапты нәрсе. Иә, бұлайша жалпы жоқ. Шымкенттің халқы деген өте керемет халық қой. Бізді қарсы алуы, жаңағыдай күтіп алуы, шығарып салуы. Ал енді орналастырған жердің мүмкін кішкене бір барлық нәрседе нелер болады ғой, ақаулар болуы мүмкін. Біз барған кезде мүмкін сондай бір ақауларға тап келіп қалдық па. Жаңа қызықты сәт дегенде сол есіме түсіп отыр. Курткамен ұйықтап таңда бұл үшін Шымкенттің атынан кешірім сұраймыз. Сізді курткамен ұйықтатып қойдық. Таңды солай қарсы алдық. Менің есімде қалған сәт сол, өйткені мен көп әлі қаладан өтіп ұзап шыққан жоқпын алыс сапарларға. Өнер жолына жаңағы зағиптар қоғамына келгеніме осы жақын 1-2 жылдың көлемі ғана болды. Іс-шаралардың, конкурстардың барысында енді атсалысып жүргендердің бай. Ортаға үйреністім. Өте жақсы. Жақсы. Өзім сияқты, өзімнің тағдырластарым, жаңағыда қай жағынан болса да сөйлесіп, тағдырластар бір-бірімізді түсініп, бір-бірімізге жаңағыдай. Жолдасыңыз бар ма? Ол байқауларға, концерттерге қызғанбай емін-еркін жіберіп жатады ма? Жолдасым бар, Аллаға шүкір, иә. Өзі үйде болса, өзі бірге ертіп алып барып, жаңағы қасымда жүреді. Бармаған жағдайларда өзінің рұқсатын беріп, енді үйде басшы сол кісі болғаннан кейін сол кісінің рұқсатымен шығамыз. Рұқсат бермесе жарайды деп қаламыз. Кеше осы жақын арада күні кеше жаңағы осы зағиптардың клуб өнерпаздарымен Тереңөзек ауданына барып гастрольдік сапарға шығып келдік. Өте керемет көңілді кеш болды. Қолдау білдіріп, өнеріңізге демеу болып, өнеріңізді шайықтатып жатады. Қолдайды. Сол кісінің қолдауымен. Сіздегі басшы бізде алғыс айтамыз. Себебі өнер бар жерде адамның бойында тұнған таланты болса, оны тасада қалдырмай, елге тарту етіп жүруімізге ықпал жасап жүрген азаматқа алғыстан басқа айтарымыз жоқ. Енді мынау үйде жатырмыз, тұрмыс деп жатырмыз, әйел адам отбасында ас үйге жақын болады дейміз ғой. Өзіңіз бір ас үйде ыңылдап, ән айтып жүріп, тәтті тағамдар жасайтын шығарсыз. Соның ішінде өзіңіз қандай тағамдар жақсы көріп, жақсы махаббатпен жасап жатасыз? Біздің көрермендердің көп кейде қойып жататын сұрақтар кейіпкерлерге осылай келеді. Қандай тағамды жақсы жасайды екен деген секілді. Сол үшін сізге жолдап отырмын. Иә, мен өзім жаңа өнерді жақсы көретін болғаннан кейін, ол менің жаңағы міндетті түрде ас бөлмеге кірген кезде жаныма колонканы алып, музыканы қосып, өзім бірге айтып, болмаса тыңдап жүріп ас жасаймын. Астың барлығын жаңағы не жасасаң да мейірімділікпен махаббатыңды бөліп, сол нәрсеге көңіл бөліп жасасаң, барлық нәрсе дәмді шығады. Ас болсын, басқа болсын, мейірімділікпен жасалған нәрсе негізі ішкен адамға да сіңімді болады деп жатады. Менің
ас дайындауда ең жақсы көретін асым ол қазағымыздың ұлттық асы дейміз, ұлттық тағамы дейміз, ет асып. Өте күшті. Жақсы көрем сол ет асып, қолдан қамыр жайып. Қазіргі заманда көп қой, жаңағыдай магазиндерде, дүкендер сөрелерінде көп жасанды дайын өнімдер, иә. Ол бір жағы дайын, қонақ келгенде асыққанда жақсы дейміз. Иә, ол асыққанда жақсы. Қыз балаларды жалқаулыққа да итермелеп қояма деп ойлаймыз дейді. Ал бірақ жалпы өзіміздің қолымыздан жасаған әрбір өнім балаға да, өзіңнің жегеніңе де пайдалы, әрі жаңағыдай қорықпай тұтынуға да пайдалы деп ойлаймын. Сол үшін сол етті өзім әдемілеп асып, қамырын қолдан жайып, балаларыма, отбасыма, жұбайыма ұсынғанды мен жақсы көрем. Өте күшті екен. Енді мынау отбасы дейміз, өмірдің құндылығы дейміз, өмірдің мәні деп жатамыз. Өмірдің мәнін әр жерден іздеп жатамыз ғой. Біресе өнерден, біресе достықтан, біресе отбасынан. Өмірдің мәні, мағынасы сіз үшін неде? Өмірдің мәні, мағынасы біріншіден денсаулық. Денсаулық болса, мәнді де өмір болады, сәнді де өмір болады. Екінші, өміріңді жалғастыратын, сол өмірге деген құштарлығыңды ары қарай дамытатын, құлшыныс беретін отбасы деп ойлаймын. Өйткені отбасыда балаларың болса, солардың әрбір күлгені, әрбір солардың жетістігі, әрбір соларға берген тәрбиеңнің нәтижесін көру, солардың жақсы жағынан адам болып қалыптасып, жақсы тұлға ретінде ертең өскенде жаңағыдай атыңа кір келтірмейтін, жаңағы қандай тәрбиелі жанның, тәрбиелі отбасыдан шыққан деген атқа лайықты болып, сол нәрсеге өзің атсалысып, жетістігін, жемісін, нәтижесін көру мен үшін ол өмірдің құндылығы, отбасым. Сосын туыстарым, бауырларым, араласып жүрген дос, жарандарым, жалпы сол жандар, қоршаған айналаңыздағы жандардан өмірдің мәнін табасыз. Иә. Өте жақсы. Енді мінекей біз айтамыз, біз сөйлейміз, біз жаңағы тыңдаймыз ғой енді. Соның ішінде жастарға, соның ішінде өзіңіз мінекей ұл тәрбиелеп, қыз тәрбиелеп отырсыз, және де қазақы салтты бойыңызға сіңіріп отырған, былайша айтқанда көп балалы анасыз. Өзіңізден ерген сіңілдеріңізге, жас қыз келіншектерге бір кеңестеріңізбен бөліссеңіз. Өйткені осы хабарды тыңдағаннан кейін бәлкім бір өзінің бойындағы кемшілігін танып, мен мына бағыттан былай ауысқаным жақсы шығар деген бір тәрбиелік мәні бар ой түйіп жатса, қыздар, жастар бір нәтижелі болғаны ғой деп ойлаймын. Бұл өмірде отбасы шағын мемлекет деп жатамыз ғой, сол мемлекетте бір-бірімен түсініскен, бір-бірінің жаңағыдай қадірін білген, бір-бірін тыңдай алған жандар бақытты, ешқандай жаңағыдай қиындықсыз өмір сүреді деп ойлаймын. Өйткені түсініскен жерде барлығы оңай шешіледі, бір-бірін сыйлап құрметтеген жерде барлығы жақсы болады деген ойдамын. Демек түсінісу, сыйласу, бір-бірін ұғыну, бірі ашуланғанда, бірі кішкене тоқтап, жаңағыдай ашуды ары қарай ұлғайтпай, ақылды сабырға жеңіп, содан кейін жаңағы сабасына түскеннен кейін ары қарай барынша ақылын айтып, бір-біріне қамқор болса, бір-бірін түсінесе,
өмірде ешқандай кекілжің де болмайды, ұрыс керіс те болмайды деп ойлаймын. Өте жақсы. Енді бізге берілген уақыт деп біз айтамыз. Бірақ біз уақытқа қонақпыз. Біз өмірге қонақпыз. Біз барлық дүниеде келушіміз, кетушіміз. Сол секілді сіздің көріп отырған, сізді тамашалап отырған көрерменге өзіңіздің жүрек жарды бір ақ тілегіңізді арнасаңыз. Иә, сіз дұрыс айтып отырсыз, біз келушіміз, кетушіміз. Мені көріп тамашалап отырған барлық көрерменге біріншіден денсаулық тілеймін. Алла дендеріңізге саулық берсін, отбасыларыңызға амандық берсін. Жасап жатқан іс кәсіптеріңізге Алла берекесін берсін. Ұл қызымыз аман болсын, еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, елімізде тыныш заман болсын. Бай болайық, бақуатты болайық. Барлық жақсылықты Алладан нәсіп етсін баршаңызға. Рахмет. Қадірлі көрермендер, біз жоғарыда айтып өткеніміздей, біз бүгінгі хабарды Қызылорда облысы, Қызылорда қаласына келіп арнайы түсірілім жасап отырмыз. Бүгін Қазақ зағиптар қоғамдық бірлестігінің Қызылорда қаласындағы клубта отырмыз. Бүгін бізде қонақта болған Ержігітова Ақмарал Нұржігітқызы болатын. Біз сіздермен қоштаспаймыз. Сізбен сұхбатты келесі хабарда тамашалай аласыздар. Аман болыңыздар, бай қуатты болыңыздар. Көрер қызықтарыңыз көп, денсаулықтарыңыз мол болсын. Жақсылықта жүздесейік.